Құрметті қалайық, судан тарығады дейтін ішкі құрлықтық бірінші мемлекет ұлы Қазақия жерінің көп бөлігінде су тасқын апаты болып жатыр. Тосын су апаты турасында кәсіптік мамандар өз тұжырымын айтар. Біздің бір білетініміз, апат айтып келмейді. Әр қандай қауіпті жағдайларға дайын тұруымыз қажет. Сіздер көріп отырған мына қарапайым халықтың арасынан шыққан Қытай азаматы ойламаған жерден өз талантымен су электр төгін жасап тұр. Бізге де осы мамандықтың кәсіп иелерінің ауадай қажет екені белгілі. Қазақ елінде су тапшы. Болашақта қатты қымбат болатыны бұрыннан бастап дабыл қағылуда. Суды үнемдеу, тамшылап суғару, әрбір ауыл өлкелерде су қайнарының көзін мықтап игеру, біздің Қазақстанда тоспалар санын көбейту, көрші елдерден ағып келетін Іле, Ертіс, Еміл, Талас бастаған өзендерді қорғап қалу, сол елдермен үлкен дипломатиялық байланысты күшейту, әсіресе Қытаймен болған трансшекаралық өзендердің қазақ еліндегі басымдылығын арттыру, Айырқалпақты бір туған қырғыз ағаймен келешекке арналған су келісімін күшейту, Арал мәселесін каналдар арқылы шешу, асып тасып жатқан суларды далаға жібермей игеріп қалу, әрбір өлкелерде аудан орталықтарда тоспа санын арттыру, ең маңызды судан энергия жасау. Өйткені Қытайдың өзі осы ток электр энергиясын мықтап пайдаланып, өздеріне тапшы болған мұнайды қоя тұрып, ток электр машиналарды көбейтіп, Орта Азияға қандай қанат жайдырғанын бәріңіз байқап жатсыздар. Келешекте әрбір жұмыстың, машинаның, өндірістің осы электрмен болатынын білесіздер. Жаһандану жағадан алған мынау ғылым техника заманында мұнайға ғана сеніп маңғаз отырудың қажет еместігін әбден сезіндік. Шикізатқа бай елміз деп өзіміздегін сатып, өзгедегін қымбат бағамен әкеліп, базарды елге жаулатып қоюдың халыққа қаншалық ауыр тигенін көріп жатырмыз. Қымбатшылықтың неге болып жатқан себебі міне осы тұста. Машина сатып, ауыр техникамен бай боламыз деп масаттанып жүргенде, елеусіз ғана тіс шұқитын дүниелер, от тамызатын ағаш жаңқаларының, дәрі-дәрмектердің, жеміс-жидектердің, азық-түліктердің, әйтеу тұрмысқа керек түрлі жеңіл заттардың көбі шетелден келіп, ақшамызды монополдап жатқаны жүрек ауыртады. Соның бәрі өзімізде тұр ғой. Біздің арамызда небір таланттар бар, алайда таныс жоқ. Олар өрлеп үлкен өндіріс жасайын десе, төбеңнен басатын жемқорлық, зорекерлік, салық, түрлі бөгеттер, қағазбастылықтар, қарызбастылықтар алдынан шығады. Өкімет, жоғары орын, ұлттық экономикаға үлкен басымдылық беру керек. Өз ішімізден шыққан мықты өндіріс кәсіпкерлерге қалай жағдай жасау керек? Қытай секілді оларға 5 жылға немесе 10 жылға дейін төмен пайызда ақша қаражат беру. Олар әбден жағдайын жасап көтеріліп алғанша салықтан босата тұру. Және олар көтерілгеннен кейін міндет бөлу. Сол тұрған орындағы жұмысшыларды айлықпен, жұмыспен қамдау. Сонда бір елдің экономикасы дәл осылай ұсақ өндіріспен көтеріледі. Оған Қытайдағы жүрген, көрген адамдардың көзі жеткен. Бізге де сол реформа керек. Қазақтың ұлттық экономикасын көтерем деп жүрген небір кәсіпкерлер арамыздан табылады. Оларды тұмсығынан қақпау керек. 5, кемінде 10 жылға дейін олардың өсіп өркендеуіне барынша жағдай жасау керек. Бұны біз зарлап та айтамыз, әрі нақтылап та айтамыз. Оны істемей қазақтың ұлттық экономикасын көтеру бос сөз. Олардың жасаған өндірісі, тауары, капиталы базарға түскенмен, ары қарай қымбатшылық деген бәлеге ұрынады. Өйткені бізде бәрі қымбат. Арзан сатайын десең, көрші Қытай елінен келген дүниелер оны базардан ығыстырады. Сондықтан да кәсіппен айналысатын бір бөлім азаматтар өзі өндіріс ашып қиналғанның орнына Қытайдан барып тауар әкеліп, соны сата салған оңай деп жөн көреді. Олардың бұлай айтуы да жөнді. Өндіріспен 10 неше жыл уақытын сарып қылып, қаншам ақшасын шашып, енді игілігін көрейін дегенде Қытайдың немесе көрші елдердің арзан тауары оларды бәсекеден айырса, еңбек еш кетпей ме? Қаншама жыл